Кірпіш шешенің денесінде қанша ине бар? 40-тан жоғары шығар. Бұл роликтің спонсоры Казино Каламус сайты. Казино Каламус жеңіске деген үлкен қадам. Бұл сайтта біз көптеген ойындарды көре аламыз. Сендерге мен қазір бір ойынды ойнап көрсетемін. Clash of Kingdoms деген. Бізде ставка қазір 30 рубль. И бірінші попыткада бізде ешнәрсе түскен жоқ. Ал екінші попыткадан так, бізде 30 бар. Яғни ол ставка 30 рубль. И біз 160 рубль ұттық. Дәл осылай ұтқыларың келсе видеоның астында ссылкамен кіреміз. Ассаламу алейкум, Майк Миллер, бұл Лео кезет арнасы. Бүгін сізден сұхбат алайын деп едік. Қалай қарайсыз? Бұл жерде қазір сізге көптеген сұрақтар қойылады. Оған тез әрі нақты жауап беру керек. Дайынсыз ба? Кез келген сұрақ болуы мүмкін. Так, бірінші оңайдан бастайық. Оңай дегенде қалай? Есіміңіз? Балабай Давид. Таңертең тұрғанда ең бірінші не ойладың? Ең бірінші ма? Қанша подписчик болды екен? Қашан жетеміз мыңға деп. Қай қалада туып өстің? Сағыз Қызылқоға ауданы, Атырау облысы, Сағыз селосы. Қатты айтасың ба? Дауыс есімде екен. Қатты айтамын. Не үшін Майк Миллер? Баяғыда рэп оқыған кезде Миллер деген атым болды, содан кейін бір дос бала Майк деген затты ұсынды. Атты содан кейін Майк Миллер болады, и одан кейін сөйтіп Майк Миллер атан кейін. 13 жастағы Дәулеттің арманы. 13 жастағы, әрине арманым осы бимен негізі жүру болды. Қазір енді дұрыс жұмыс жасап, бұйырса 30-40 жасында. Жауапсыз махаббат болды ма? Жоқ, болған жоқ. Сүйікті ән және әншің? Әнім ағылшынша әндер, әншімді білмеймін ол жеттер. Қай ғасырда өмір сүргің келеді? Мен ба, негізі шынына келсе мен баяғы СССР кезіне кішкене артқа қарай шегінгім келеді, себебі ол кез қысық болған сияқты менің ойымша, бірақ егер мүмкіндік болса, қай атақты тұлғамен селфи жасар едің? Атақты тұлға дейсің ба, Уилл Смитпен жасар едім. Мен мотиваторым дейсің. Бокс әлде футбол? Футбол. Ютубер әлде биші? Ютубер то и биші. Біреуі? Биші. Ақтау әлде Алматы? Ақтау. 1 миллион лайк әлде 1 миллион просмотр? 1 миллион лайк. Мелодрама әлде боевик? Мелодрама. Қолыңда ұстап көрген ең көп ақша? 130 мың. 130 мың ең көбі? Биіктіктен қорқасың ба? Жоқ, қатты емес. Кредитің бар ма? Кредит жоқ, болды. Қай мерекені асыға күтесің? Мен ба? Иә. Жаңа жыл. Ұнап қалған қызға қалай бірінші қадам жасайсың? Біразға дейін сразу бірден барам. Айта салам. Қолымнан келсе. Жұлдыз ауруына шалдыққан кезің болды ма? Білмеймін, біреулер айтады, бірақ өзім шалдыққан жоқ. Так, күніне неше рет суретке түсесің? Түспеймін көбінесе. Күніне бір рет түсу мүмкін, бірақ ол күніне емес, точно аптасына бір 2 рет, 3 рет. Көңіл күй көтерген ұнайды ма, әлде тыныштықта уақыт өткізген ұнай ма? Тыныштық. Клубқа бармаймын. Спорттың қай түрі жақын? Баскетбол. Инстаграм әлде Ютуб? Ютуб. Кумирің кім? Ютубта ма? Жалпы кумирің кім? Биші болмағанда кім болар едің? Ойлаймын, бизнеспен айналысар едім. Бизнес? Жақын арада сатып алатын ең маңызды зат? Ойлаймын, үй шығар, өзім тағам. Соңғы көрген фильмің? Соңғы көрген фильмім көрмедім. Әзір. Так, Төреғали әлде Қайрат Нұртас? Төреғали. Найтиман әлде Музарт Лайф? Найтиман. Сүтпен шай әлде қансыз шай? Сүтпен. Конор әлде Макгрегор? Конор. Так, өзіңе ұнамайтын бір жат қылығың? Өзіме ұнамайтын ба? Мен көп адамдарға тиісе берем. Алғашқы махаббатыңды неше жасында кездестірдің? Алғашқы махаббатымды бірінші класста деп ойлаймын барлығы. Ашуыңды қалай басасың? Тыныштықта. Қанша жаста үйленуді жоспарлайсың? 25, 22. 22-ның мен 25-ның арасында. Кірпіш шешенің денесінде қанша ине бар? 40-тан жоғары шығар. Қайдан пайда көп келеді? Би әлде YouTube? Бірдей. Екеу. Қазір нешінші сұрақ қойып жатырмын деп ойлайсың? 25. 39. Так, үнемі өзіңмен жүретін бір зат? Үнемі сотка. Көпшілік біле білмейтін бір факт сен туралы? Мен ба шапкем көп. Сумкамен жүрем көшеде. Жақсы көретін тағамың? Жақсы картошка.
Так, қай әлеуметтік желіні көп қолданасың? Мен ба? Инстаграм И YouTube. Қалтаңда $1 миллион бар, не істейсің? Сол жинаймын әзір үйге дейін. Үй алғанша. Неден қорқасың? Ата-анадан, ауладан. Так, 5 минутта біреуге не үйрете аласың? 5 минутта ма? Иә. Дұрыс сөйлесуді. Ең бірінші адаммен. Қазақстандағы ең мықты 3 ютуберді ата. Сенің ойыңша? Қазақстанда ең мықты. Мақұл. Let's Play. Let's Play. Хорошо. Сенің ойыңша? Менің ойымша ма? Иә. Өзіме Арман ұнайды. Нони ұнайды. Үшінші? Үшінші Алик. Алик. Жақсы. Так, алдағы уақытта не үйренгің келеді? Алдағы уақытта адам болғым келеді. Ештеңе үйренгім келмейді. Үйренетін зат көрсіз көп қой негізі, бірақ та енді бәрі бола жатар. Так, костюм шалбар әлде спорттық киім? Спорттық киім әрине. Нені армандайсың? Арман көп, білмеймін ол. Айта аламын деп айтамын. Так, ең соңғы сұрақ дегенде қалай кеңесің болсын, жаңадан ютубты бастап жатқан адамдарға қандай кеңес бересің? Кеңес берудің өзі қиын ғой негізі. Жігіттер, егер де сіздер видео түсіріп бастап жатсаңыздар, сіздерге айтарым ең басты тоқтамау, иә. Және де ең сапалы контенттер жасаңыздар, сізге жететін адам болмайды. Сондықтан, Лео, рахмет саған шақырғаныңа. Все, бүгін қонақта бізде Майк Миллер және Лео кезет арнасы. Егер осындай видеолар ұнаса, келесі қандай ютуберден интервью алайық. И комментарийге жазып кетіңіздер, ең қызық қай сұрақ болды деп. Әзірше сау болыңдар. Чики-пау. Suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah.